Chevrolet Cobalt Legenda үй жағдайында шпильканы қалай ауыстырамыз? Ступицаныкын. Бұлардың шпилькасы әлсіз келеді. Бұл кондициядағы істейтін жігіттерге мүмкіндігінше ескерту керек. Новичоктар болса тез шпильканы үзіп қою қаупі бар. Сондықтан мысалға шпилька сынып мынандай жағдайды қалып қояды, немесе бұлай резбісі жиіліп осылай ұсынсыз дәрежеге келіп қалады. Бұны алдымен тормозной дискіні шешіп аламыз. Сосын мына жерден былай қарай белгілі бір балғамен, онша алыс емес, кішігірім удармен етсе түсіп қалады. Мен мынаны негізі дайындап қойғам. Сосын бұлардың шпилькасы мынандай жағдайда келеді. Бұл яғни жаңасы. Бұл жаңасын мына жерден өткізу қиын, яғни былайша айтқанда доступ жоқ. Былай кедергі болады. Былай қарай қатты удармен шығарам дегеннің өзінде мына резбасы құртылады. Сондықтан сіздер үшін лайфхак, бұл шпильканы мынандай жағдайға келтіріп алу керек. Бір шетін балгакымен жонып, мына жоғары жағына былай доғал етіп қою керек. Сосын бұл нәрсені мына жаққа былай салсақ, былайдан мынау белгілеп өзінің кедергісін оңай өтеді. Былай қарай ұрғанда оңай кетеді бері қарай. Пайдалы болса, нұр үстіне нұр ақпарат. Арнамыздың демеушісі Супер атты энергетик Горилла.